Баршаңызға сәлем. Гладиаторлар жұртшылықтың көңілін көтеру үшін алаңда төбелескен алғашқы адамдар. Бұл UFC-дің бір түрі, бірақ ежелгі дәуірде ғана және нағыз суық қарумен. Гладиаторлар туралы өте танымал киноларда түсірілді. Осы кинолар арқылы олардың бейнесі романтикамен көмкерілген, және олар туралы естіп, көргеніміз көбісі тек ішінара ғана шындық. Мысалы, гладиаторлар аренада өнер көрсетіп көп ақша тауып, зейнеткерлікке шыққаннан кейін қоғамның беделді мүшесі бола алған. Оларға төленетін гонорар өте жоғары болды, және жауынгерлерге бір жылда төленетін ақшаны аренаға бір рет шыққанда табатын болған. Және осындай секілді ғаламторда таралған ақпараттардың қайсысы шындық, қайсысы өтірік, фильмдерде көріп жүрген сюжеттер қаншалықты рас, шындықты ашатын кез келді. Гладиаторлардың көпшілігі гладиаторлар мектебінің иесімен уақытша келісім шартқа отырған еркін адамдар болды. Шын мәнінде гладиаторларды келесі санаттарға бөлуге болады. Ең бірінші пайда болған соғыс тұтқындары, құлдар, сотталған қылмыскерлер және еркіндіктегі гладиаторлыққа ант берген адам. Біз бүгін ең соңғысы туралы айтатын боламыз. Өйткені Рим азаматын құлдыққа, тіпті гладиаторлыққа да сатуға болмайды. Бірақ ол гладиаторға ант бере алады. Оған сәйкес ланист шебері оны өртеп, байлап, ұрып, темірмен өлтіре алады. Яғни ол өз өмірін толығымен басқаруға береді. Бұл гладиаторларға өзін сатудың бір түрі болды. Біреу қарызын өтеу үшін гладиаторлыққа барса, біреу кедейлікпен, аштықтан қашып, ал біреу атақпен мүмкін байлық іздеді. Енді бұл адамдарды бар ықыласпен еркіндеуге болмайды. Олардың гладиаторлар мектебіндегі мәртебесі сол жақтағылардан еш ерекшеленбеді. Дәл осылай ұрып-соғып, шынжырға байлап, аренада басын қатерге тіккен. Барлық кәсіпқой гладиаторлар шығу тегіне қарамастан аренада шайқасқаны үшін бірдей марапатталды. Гладиатор атанған азамат өзін қоғамнан шеттетілген адаммен теңестірді. Өйткені ол көптеген азаматтық құқықтарынан автоматты түрде айырылды. Сотта талапкер, куә бола алмады, мемлекеттік қызметке орналаса алмады. Бұл дәрежеге жезөкшелер, кәсіпқой спортшылар, акробаттар, актерлар, ұсақ алаяқтарда кірді. Оның үстіне бұл бір жақты жол болды. Адам өзінің ұят кәсібін тастайтын болса да, өмір бойы лайықты емес адам болып қала берді. Оның үстіне белгілі бір дәрежеде гладиатордың мәртебесі құлдан төмен болды. Бір қызық нәрсе бар, егер құл бостандық алса, ол шынымен де Рим азаматы бола алды, және оның бұрынғы гладиаторға қарағанда көбірек құқықтары болды. Бұл санаттағылардың гладиаторлардың жалпы санының жартысынан астамы болғаны екіталай, және даулы пікір болып саналады. Ойлап қараңыздар, кім өзін мұндай дәрежеге дейін түсіргісі келеді? Гладиаторлар аренада өнер көрсетіп, байып, зейнеткерлікке шыққаннан кейін қоғамның беделді мүшесі бола алды. Гладиатор бай бола ала ма? Әрине, бірақ оның аренада өлу ықтималдығы әлде қайда жоғары болды. Романтика, атақ-таң, атақты гладиаторларға төленетін ақша көптеген Рим азаматтарын өз еркімен гладиатор болуға итермеледі. Олардың арасында Римнің сенаторлық және бай отбасыларының ұрпақтары болды. Уақыт өте келе императорлар бұл категорияларды гладиаторлар қатарына алуға тыйым салатын жарлықтар шығарды. Соның ішінде қаржылық шектеулер тиімдірек болды. Мұндай ерікті бір уақытта небәрі 2000 сестерце алды. Егер мұндай сома кедейлер үшін маңызды болса, онда көпшілік Рим азаматы үшін бұл аз. Мысалы, бұл ешқандай қабілеті жоқ бір құлдың құны. Өздеріңіз түсініп отырғандай, мұндай ақшамен бай болу мүмкін емес еді. Бірақ аренада алғашқы 10 шайқаста аман қалу өте қиын. Ұзақ жеңістер сериясы бар атақты гладиаторлар ғана үлкен сома алды. Император Адрианның құлдарға аренада өнер көрсетуге тыйым салуы гладиаторлардың жоғары мәртебесі туралы айтуға болады. Біздің заманымыздағы 117-138 жылдары билік құрған император Адрианның аренада құлдардың өнер көрсетуіне тыйым салуына келетін болсақ, бұл жұмсақ тілмен айтқанда бұрмаланған.
Шындығында қол үшін оны гладиатор ретінде сату, оны ауыр жұмыстарға жегуден де жаман, және өлім жазасынан сәл жақсырақ жаза болды. Адриан құлдарды гладиаторлыққа қандай да бір теріс қылықтар үшін кінәсін түсіндірместен, немесе олардың жеке келісімсіз сатуға тыйым салды. Бұл тағы да гладиаторлардың төмен мәртебесі туралы айтады. Тіпті жазықсыз құлдың өзі осы уақыттан бастап гладиатор бола алмады. Әйгілі гладиаторлар Римде өте танымал болды. Олардың мәртебесін қазіргі эстрада жұлдыздары мен кәсіби спортшылармен салыстыруға болады. Шынында да атақты гладиаторлар танымалдылыққа және көпшіліктің сүйіспеншілігіне ие болды. Әйелдер оларға ғашық болды. Табынушылар олардың шыдамдылығы мен өнеріне тәнті еді. Дегенмен олардың мәртебесін қазіргі заманғы эстрада жұлдыздары мен кәсіби спортшылардың мәртебесімен салыстыруға болмайды. Гладиаторлар қоғамнан шеттетілген адамдар болып қала берді. Римдік отбасындағы кез келген әкенің қорқынышы жезөкше қызы, гладиатор ұлы. Одан төмен түсу мүмкін болмады. Ал атақты гладиаторлардың төлемақысы миллион болмады. Екінші келісімшартқа 12.000 сестерция, үлкен сома, бірақ бәрібір байлық емес. Императорлардың атақты гладиаторларға 100.000 төлегені туралы ежелгі авторлардың еңбектерінде жазылған. Бірақ олар отставкадағы атақты гладиаторларға аренаға қайту үшін бір реттік төлемдер. Екінші жағынан, ең бай римдіктер салтанатты тойларға 100-деген мың, тіпті миллиондаған сестерцияларды жұмсағанын еске салайық. Олардың төлемақылары өте жоғары болды, және Рим әскеріндегі легионерлердің бір жылдық табысын аренадағы бір шайқаста табатын болған. Римдік легионер мен тәжірибелі гладиатордың жалақысын салыстыра отырып, гладиатордың бірнеше есе көп алғанын байқау қиын емес. Дегенмен, гладиатор үшін өлу қаупі орташа есеппен легионерге қарағанда әлде қайда жоғары. Сонымен қатар, легионер отставкаға кеткеннен кейін автоматты түрде Рим азаматтығын және тұрақты төлемді немесе жер телімін алды. Осылайша бұл екі санатты тек төлем тұрғысынан салыстыру дұрыс емес. Қиын сәттерде олар нұсқаушы болу үшін әскерге шақырылып, тіпті олардан таңдаулы әскери бөлімдерде құрылды. Гладиаторлардың кәсібилігіне келсек, тәжірибелі гладиаторлар өз ісінің шебері болғаны анық. Бұл шеберлік аренадан тыс жерде де сұранысқа ие болды. Көптеген бай римдіктер шынында да оларды күзетші ретінде пайдаланған. Дегенмен оларды пайдаланудың тағы бір қыры болды. Ежелгі авторлардың деректері бойынша, олар көбінесе жалдамалы өлтірушілер ретінде пайдаланылды. Бәсекелес адамдарды жазалау үшін жалдаған. Мұндай гладиаторларды жек көріп қорқатын. Ал әскерде гладиаторларды қолдануға келетін болсақ, олар әртүрлі уақытта осы мақсатта қолданылған. Бірақ гладиаторлық бөлімшелер көбінесе нашар сарбаздар болып шықты. Таң қаларлық емес, Рим әскерінде жауынгер болу қатарда соғысу қабілеті мен қатаң тәртіпті білдіреді. Бірақ гладиаторларға дәл осы нәрсе жетіспеді. Сонымен қатар мыңдаған көрермендер алдында батылдықпен өлуге дайын гладиаторлар аренадан тыс жерде өлуге деген құштарлығын тез жоғалтты. Жұмыс берушілеріне опасыздық жасау және ашық қорқақтық, ұрыс даласынан қашу жағдайлары жиі болды. Бір сөзбен айтқанда, ұрыс даласында гладиаторлар даңққа бөленген жоқ. Барлық гладиаторлардың бұлшықеттері мығым болған. Соңында, гладиаторлардың сыртқы келбеті туралы айта кетейік. Гладиаторларды фильмдерде бұлшықеттері мығым жігіттер ретінде көрсетеді. Негізінен гладиаторлардың қабірлеріндегі қалдықтарын зерттеу барысында, олардың бойы орташадан жоғары, физикалық тұрғыдан күшті жігіттер екенін көрсетті. Бірақ жалпы алғанда олардың бұлшықеттері ойнап тұрмаған. Зерттеулер және ежелгі жазбалар көрсеткендей, оларды негізінен дәнді және бұршақ дақылдарымен, майлы тамақтармен қоректендірген. Сонымен қатар, қазіргі спортшылармен салыстырғанда орташа есеппен гладиаторлардың артық салмағы және қарны шыққан болған.
Міне достар, гладиаторлардың бейнесі фильмдерде тым әсіреленіп жүргенін байқап отырмыз. Ал сіздер гладиаторлар туралы қандай ақпараттарды білесіздер? Комментарияда бөлісіп отырыңыздар. Жапониядағы самурайлар туралы білесіздер ме? Олар туралы таралған өтірік аңыздарды ше? Білмесеңіздер, мына сілтеме арқылы өтіп тамашаласаңыздар болады.